Баласының болашақта жетістікке жетіп, бай-қуатты өмір сүргенін кім қаламайды? Әрине, бұл әрбір ата-ананың арманы әрі мақсаты. Кез келген көздегенге жету үшін бүгіннен бастап әрекет ету керегі түсінікті. Баланың болашағына қатысты да дәл солай екен. Өскенде ешкімге алақан жаймайтын, тіпті артылғаннан айналасымен бөлісе алатындай бақуатты болсын десеңіз, жетістікке жетер жолын қазірден қалыптастыру керек. Әсіресе баланың жолы мен бағын байлайтын мына 4 қателікпен аулақ болыңыз. Біріншісі, балам бұған жұрт не дейді деген сөз. Дәл осы сөзді балаңызға ешқашан айта көрмеңіз. Айтсаңыз, бала бойындағы жаңашылдық, ерекшелік сияқты өте қажетті қасиеттерді өзіңіз өшіресіз. Есесіне санасына мыналарды сіңіресіз. Қашанда жұрттың пікірімен санасуды, өзгелерден еріктенбеуді, басқалар салған ізбен ғана жүруді, сонымен қатар жаңа сүрлеуге аяқ баспауды, қашанда басқалар не дер екен деп біреуге жалтақтауды, өз бетінше шешім қабылдамауды, бұл тізімді шексіз жалғастыра беруге болады. Бәрі де тек кері әсер. Елеулі ісімен не елден асқан байлығымен аты шыққан тұлғаларды еске алайықшы. Олардың басым бөлігін бастапқыда ел-жұрт есінен адасқан деп санаған, идеяларын қабылдай қоймаған. Тек алған бетіне таймай өзін дәлелдеген соң ғана жетістігінің сырын білуге бәрі құштар болған. Міне, ешкімнің сөзіне, пікіріне тәуелді болмай, жүрек қалауының жетегіне ерсең, жетістікте, байлықта көп күттірмейді екен. Осыны өзіңіз ұғыңыз, балаңызға да ұғындырыңыз. Екінші, сабағыңды оқы, басқасына бас қатырма. Балалардың сұрағы ешқашан таусылмайды. Асылында әрбір сұрағының астарында үлкен қызығушылық жатыр. Дәл осы қызығушылық жаңа білім әлеміне жетелеуі мүмкін. Бірақ біз не істейміз? Апайының берген тапсырмаларды орында, басқасына бас ауыртпа деп баланы бірден тыйып тастаймыз. Дәл қазір мектеп бағдарламасын 5-ке білсе болды деп санаймыз. Одан басқа тақырыптарда баламен бірге ізденуге, жол көрсетіп жіберуге не уақыт жоқ, не құлқымыз жоқ. Осылай қиялының қанатын өз қолымызбен қырыққан соң баладан қандай жетістік күтуге болады? Біліңіз, баланың мектеп бағдарламасынан да бөлек білім ізденуі, қосымша ақпараттармен қанығуы өте маңызды. Сондықтан сұраныс болса, түрлі энциклопедиялар, кітаптар сатып әперуге, ғаламторда баламен бірге отырып ізденуге ешқашан қиналмаңыз. Үшіншісі, қанша сабақтан 5 алдың деген сұрақ. Осылай сұрау арқылы балаға сабақты тек 5-ке оқу керектігін ұғындырамыз. Барлық пәннен бірдей үздік болу неге соншалықты маңызды екен? Әр баланың бойында Алла берген таланты, қабілеті бар. Соған сай бағытта ілгері дамуына жәрдемдесудің орнына неге бірнеше кеменің басын қатар ұстауға мәжбүрлейді екенбіз? Көбіне оқуда озат баланың бойында үздік оқушы синдромы болады. Оны қалыптастыратын ұстаздар мен ата-ана. Дәл осы синдром оның болашақ өмірінде көп кедергісін келтіреді. Жетістікке жетуге де, баюына да, бақытты болуына да. Сондықтан да сабақта баға үшін емес, өз қызығушылығына, қалауына қарай оқуына рұқсат беріңіз. Төртіншісі, мұғалімнің, үлкеннің айтқанына қарсы келме. Ұстазға қарсы келме, сыныптастарың бірдеңе сұраса бер, үлкенге қарсы сөйлеме. Біреу көмек сұраса міндетті түрде орында. Ешкімге жаман сөз айтпа. Балаңызға осындай тиымдарды айтасыз ба? Қаншалықты жиі айтасыз? Ұят болады мен мінсіз бол деген тәрбиелерді ту етем деп балаңызға үлкен зиян келтіріп жатқаныңызды білесіз бе? Ата-ананың осындай сансыз нұсқауларынан бала ешкімге өз қалауын, пікірін жеткізе алмайтын, өзіне ыңғайсыз болса да жоқ деп айта алмайтын,
бәрінің көңілінен шығуға тырысатын, сонымен қатар тек өзінің көңілін ойламайтын жалпақ шеше жанға айналады емес пе? Қалай ойлайсыз, ондайлардың жетістікке жетуі мүмкін бе? Күмәнді. Есесіне жетістікке жетушілердің жолындағы баспалдаққа айналатыны айдан анық. Әлбетте, бала тәрбиесі жетсіз, шексіз ғылым. Биікті бағындыратын мықты тұлға тәрбиелеу жолында қаншама ережелер мен қағидаларға кезігесіз. Ата-ана жіберуі мүмкін қателіктердің саны да аталғандармен шектелмейтіні анық. Алайда бастапқы баспалдақта жарайды. Осы 4 қатені жібермеуді бүгіннен бастап үйреніңізші. Сонда өзінің біршама мәселенің алдын алуға мүмкіндік береді. Бір үйде қанша бала болса, әрқайсының мінез-құлқы, санасы, болмысы әртүрлі болады екен ғой. Мысалы, менің үлкен қызым өте мейірімді, аңқаулау, қолындағы соңғы тиынына дейін көшедегі мысыққа тамақ әперуі мүмкін. Өзі аш қалса да, класындағы бала одан ақша сұраса бере салады. Ал екінші қызым мүлдем бөлек. Ол үйдің айналасындағы дүкендердің қайсысында нан арзан, қайсысында не қымбат, бәрін байқап жүреді. Оны қызанақ алуға жіберсек, 3 дүкенге кіріп, қайсысында арзан содан алады. Егер дүкенші оған ақшасын дұрыс қайтармай қалса, сол жерде бірден ақшасын санап, өзінікін талап ете біледі. Үйдегі барлық балаға бірдей тәрбие беріп жатырмыз десек те, әр бала әртүрлі болады екен. Сондықтан да психологтардың әрқайсысына өз ерекшелігін ескеріп, тәрбие беру керек дегеннің жаны бар деп ойлаймын. Әдетте, ата-аналар балаға материалдық жағдай жасауымыз керек деп, баласын әбден жайлылыққа үйретіп қояды. Үйде баланың ішкені алдында, ішпегені артында, теледидар қасында, телефоны қолында, әкесі мен анасы бар жағдайын жасап қойған. Сондықтан бала даладағы шығып ойнағысы да келмейді, дамығысы келмейді. Суицид жасаған балаларды зерттеген кезде, олардың көбі ауқатты, бай, қаржысы жеткілікті отбасынан шыққаны анықталған екен. Бірақ сол балалардың көбі отбасының дүние мүлкін, қаржысын өзінікі емес, тек әкесінікі немесе анасыныкін меншігі деп қабылдаған. Осы дүниеге менің ешқандай қатысым жоқ деп ойлайды. Сондықтан әр отбасында алдымен балаға жауапкершілік жүктеу қажет. Мысалы, анасы дүкенде сүт сатса, баласы арасында оған көмектесіп тұрса, немесе анасының бүкіл жасаған тірлігіне араласып жүрсе, бала өзін сол үйдің мүшесі сезінеді. Сонда ғана бала сол үйдің бүкіл дүниесі оған да тиесілі екенін ұғып, қамқорлық танытады, ақшаның қадірін түсінеді. Мамандардың айтуынша, баланың ақшаға деген қызығушылығы 4-5 жастан басталады екен. Психолог Ғалияш Мақашева баланы қаржылық сауаттылыққа үйретудің басы үйде ата-анасының ақшаға ұқыпты, жинақы етіп ұстауынан басталатынын айтады. Егер үйде ақша әр жерде шашылып жатса, бала өскенде ақшаға жеңіл-желпі қарайды. Сондай-ақ қаржылық сауаттылықты кішкентай балаға ойын түрінде жеткізген абзал. Ал мектеп жасындағы балаларға күнделікті асханаға беретін ақшаны есептеп, қанша күнге жеткізетінін санап үйретуге болады. Бала досына берген қарыз ақшасын қайтаруды, әрбір шығынын дәптерге жазуды әдетке айналдырса құба-құп болады. Алатын заттардың тізімін жасап, баланы дүкенге жұмсауда жақсы әдіс. Отбасымен монополия секілді үстел ойындарын ойнауда баланың ақшаға деген қарым-қатынасын, көзқарасын қалыптастырады. Баланы ерте жастан кәсіпке баулу қажет екенін ата-бабаларымыз ежелден ескерткен. Кешегі алаш қайраткерлері де, ұлы Абай да баланы мал табуға, тірлік істеуге үйретудің қамын ойлаған абзал екенін жазған. Ризықтың бәрі Алланікі. Менің тағдырыма жазылған байлық
өзі келеді деп ойласақ, жаратқанның құдіретіне шек келтірмесек, түсінігімізді өзгертсек, ақша да оңай келеді екен. Бұл тақырыпта өте көп дүниелер айтуға болады. Егер қаржылық сауаттылыққа қатысты айтар болсақ, әр адам ең алдымен өзінің ақшаға деген көзқарасын түзесе, балаларын да солай тәрбиелейді екен. Бүгінде мамандардың біразы балаларға қаржылық сауаттылықты мектепте үйрету керек деген пікірді қолдап жүр. Әлем елдерінің тәжірибесіне сүйенсек, Ұлыбританияда, Еуропа елдерінде және ақш, Жапония мектептерінде қосымша сабақ немесе негізгі пән ретінде қаржылық сауаттылық, кәсіпкерлік сабақтары өткізіледі екен. Біздің елімізде де кейбір мектептерде қаржылық сауаттылық сабағы факультатив түрінде пилоттық жоба ретінде енгізілген екен. Құрметті көрермендер, қазақта жақсы сөз бар емес пе? Баланы бастан деген. Сол себепті балаларыңызды үнемі жақсылап тәрбиелеп, болашақта үлгілі азамат болуға өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздермен болған пайдалы ақпараттар айдары. Видеоға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріңіздер және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыз.